Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, және қазақ халқы, және біздің оңтүстік облысы Көшеров Нұралқан ағамызға осы үндеуімді жариялағым келіп тұр. Мен қаншама шындықты айтқалы, сіз білерсіз, білмессіздер, көп қысымды көріп келе жатырмын. Сол қысымның ішінде біздің басшымыз, оңтүстік Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониямыздың басшысы Ғалымжан мырзаның да қаншама қысым көрсетіліп, маған концертке қатыспайсың, сенің киімің жоқ деп, және де маған махаббаттар жайында әңгіме айтып, менің ұятта болса айтайын, менің алдыма келіп отыр, мен сені иіскеуім керек деген әңгімелердің бәрінен өтіп келе жатырмын. Бірақ, құрметті әкім мырза, осының бәрін сізді қолға алуыңызды өтінемін. Жалғыз мен емес, жалпы қазақтың қыздарының бәрі сондай басшылардың қол астында кетіп бара жатыр. Басшылардың қол жаулығы болып кетіп бара жатыр. Ертең қара көз қыздарымыздың қаншама осындай басшыларға алданып, қаншама осы интернет желісінде бір-біріне көмек сұрап жүргендері қаншама. Ал енді мен сізді осы видеомнан кейін, мен осы жазбамнан кейін, мен сізді өзі қолға алады ғой деген үмітпен жазып отырмын. Мен сонымен махаббат құрмағаным үшін, және де мен шындықты филармонияда не бар не жоқ барлығын айтқаным үшін көріп келатқан қысымым бүгін шегіне жетті. Ақыр соңында мені сахнадан шеттетті. Болды, қатыспайсың, өйткені мен бұл жерде басшымын, өзім білем, сенің киімің жоқ, болды, қатыспайсың деген. Кәдімгі барша жұмысшылардың көзінше айқайлап, мен ар-намысыма тиіп, бүгін сондай қорлық. Енді мен ол мекемеден шығып кеткім ақ келеді, бірақ мен 2003-тен бері сол мекемеде жұмыс жасап келе жатқаннан кейін, мен әлі де сол мекемеден пенсияға шыққым келеді. Осы жазбамнан кейін сізден өтініш, менің осы жазбамды бір ескере қараңызшы. Қазақ қыздары ретінде сізге айтып жатыр. Кешегі әлеуметтік желіде тарап жатқан видео бойынша мен де өзімнің жауабымды бергім келеді. Мен отбасылы, анам бар азаматпын. Менің отбасыма қатты күйе жағып жатыр. Бұл заң мені де қорғайды деген ойым бар. Заң аясында сотқа шағымдандым, соттың шешімін күтейік. Одан кейін барлық әлеуметтік желіге салатын боламыз. Мені жұмыстан қудалап жатыр деген мәселелері бойынша ол түкке шындыққа жанаспайтын дүние, себебі өздеріңіз әлеуметтік парақшасынан көріп жатырсыздар. Бір күні Жезқазғанда, бір күн Қызылордада тойда жүреді. Ол мүлдем жұмысқа келмейді. Біздің кемшілігіміз сол жұмыста болмады деп жұмыстан шығарып жіберуіміз еді, бірақ енді біз жанашырлық танытқан жағдайымыз бар. Үшінші мәселе бойынша мені мамандығыма тиісіп сөйлейді. Ол менің мамандығым квал требованияға сәйкес келмейтін болса, мен бұл қызметте отырмас болған едім. Мамандығым сәйкес келгеннен кейін, өнерге жанашыр болғаннан кейін мен осы қызметте атқарып жатырмын. Шетелге баратын сапарымыз бойынша айтқым келетіні, ол ресми іс-шара, елшінің хаты бар, басқарманың рұқсаты бар. Жұмыста қалмауыңыз керек, Наргенже ханым. Ол жігіт солай айтады, тойда жүреді Наргенже үнемі деп. Үнемі сіз командировка тойда жүрсіз әр қалада. Сіз сонда қалай анандай жұмыста жасайсыз? Значит, сіз мына еркекті айтқаныммен жүргізем деп ойлағансыз ғой. А бұл еркек сізге көне қойды, бүкіл нені шулатқансыз. В общем, екеуіңізде де шикілік бар. Біздің Қазақстанның заңы дұрыс болса, мына екеуін жауып қатып, екеуін де жұмыстан қуу керек. Ондай жерде әнші жұмыс істейтін болсаң, сен көшеге шығып ән айту қақың жоқ. Ресторан жағалап ән айтқанда жақсысың ғой. Сонда сен жұмыс уақытында қалай барасың ол жерге? Жұмыс деген тек қана суббота воскресенье демалатын жұмыс қой, жексенбі, сенбі күні. Саған не ойыншық па не жұмыс? Бұл соны требовать еткен шығар. Мүмкін екеуің араларында не болғанда біздің шаруамыз. Құрметті қазақ елі, әнші сымақтар сіздерге қатаң түрде ескерту. Халықтың артына тығылуды доғарыңыздар. Халықтың басына іс түскенде неге солай еңіреп шықпайсыңдар? Енді келіп халықтың артынан сөйледің, жыладың, халық қолдады. Ана бет табақта еркектің сөзін сөйлеп татуластық деген не сөз? Сонда қалай келістіңіздер екеуіңіз? Алдында келіспедім деп шықты, бірдеңе сұрады дедің. Не сұрады? Енді сонымен келісі ме? Заң бар бізде. Мынандай әншілерді және жаңағы татуластық деген басшыны жұмыстан қуу керек бұларды. Бұнда екіжүзділік не керек? Халықтың артына тығып шаруаларын шешілген кезде кешірім сұраған болып. Керек емес, кешірімді үйлеріңде отырып сұрау керек еді.
А елдің алдына шықтыңыз ба, заңның алдына жауап беру керек. Бүкіл қазақ қыздарының арулардың намысына тиді деп сөйледің, Наргенже ханым. Жетер, халықтың артына тығылып, өздерінің шаруаларын шешіп, ешектерің судан өтіп кеткен сияқты болуды доғарыңыздар. Түсінікті ма сіздерге? Заң бәрімізге ортақ, екеуіңіз де заң алдында жауап беріңіздер. Дегенше, бүкіл халықтың атынан, қазақтың ару қыздарының атынан деп сөйледі ғой. Енді қалған қазақтың ару қызын сонда кімге тастап кетіп барасың сен? Кешірім беретіндей. До конца бару керексің, до конца. Бұндай есі шын болса, өтірік айтқансың, или онда өтірік айтсаң жауап бер. Жалған. Себебі облыс әкімдіктің қолдауымен, мәдениет басқармасының қолдауымен осы Шымкент қаласында біз басқа бір ғимарат алып, сол ғимаратқа жөндеу жұмыстарын жасап, қазіргі таңда біздің нақты ғимаратымыз бар. Әрине ол концерт залы емес, ол әкімшілік ғимарат. Сол ғимаратқа осы филармонияға тағайындалғаныма қазіргі таңда 5 айдың күні келіп отыр. 5 айдағы бірінші маған кездескен мәселе осы көшу мәселесі еді. 47 адамнан тұратын 22 жылдық тарихы бар Сүгір атындағы ұлт аспаптар оркестрі, 50-ге жақын әншілеріміз, біздің би ұжымдарымыз барлығы қазір Түркістан қаласына барған кезде ол кісілерге үй жай жоқ, менің бала-шағам осында оқитын еді деген көптеген мәселелердің арқасында біз Түркістанға көше алмай қалдық. Қазіргі таңда біз осында ғимаратымыз бар, ғимарат жоқ деген жалған мәліметке мен келіспеймін. Екінші тоқталатын мәселем, Наргенже ханым әрбір мекемені өзінің мамандығы басқару керек. Менің мамандығыма тиісіп сөйлеген сөзіне мен өте қатты реніш білдіргім келеді. Себебі әрбір қызметке тағайындалатын кезде біз міндетті түрде біздің жұмыс өтіліміз ескеріледі, біздің ғылыми атағымыз ескеріледі, біздің дипломымыздағы мамандығымыз сәйкес келеді. Иә, рас. Мен мойындаймын, мен бірінші заңгер мамандығын алғам. Одан кейін мен тарихшы мамандығын алдым. Одан кейін мемлекеттік басқару деген мамандықтар алдым. Менің мамандығым сәйкес келмейтін болса, мен бұл жерге басшы болып отырмаймын. Бұл орысша айтқанда ущемление прав дейді, құқықтарын адамның таптау. Олай шектеуге ешқандай болмайды. Осыны ескергендеріңіз жөн. Үшіншіден, филармонияда ешқандай киім жоқ, ешқандай киім тігілмей жатыр дейді. Мен бұрынғы кездері қандай жұмыс жасалғандарын, бұрынғы қызметкерлерге ешқандай мінездеме де беретін адам емеспін. Алайда сіздерге айтқым келеді, 5 айдың көлемінде біз бірталай жұмыстар атқардық. Оның ішінде осы өнерпаздарымыздың киім мәселесіне тоқталғым келеді. Бізде тігін цехы бар мекемемізде. Тігін цехында 2 адамымыз жұмыс істейді. Тігін цехына біз жаңа киім тігетін машинкаларды алып бердік. Қазір ол кісілер бүгінгі таңға 5 айдың көлеміне мен келгелі бері жасаған жұмыстарымыз жүргізушілерге, фольклорлық ұлт аспаптар ансамбліне, бишілерге, әншілерге біз 26 дана киім тігіп қойдық. Ол киім жоқ, киім тігілмей жатыр деген сөзге мүлдем қарсымын. Осыны ескергендеріңіз жөн. Бұған қосымша жаңа сөзге тиек етіп айттым, Сүгір атындағы ұлт аспаптар оркестрі 47 адамнан тұрады. Олардың барлығының аспаптарлығы жаңа деп айтпаймын. Алайда бүгінгі күнге дейін ешқандай біз концертті сырып берген адам емеспіз. Тәп-тәуір жұмыс істеп тұр. Оған қосымша маған келген кезде, әр ұжыммен кездескен кезде ол кісілердің өтініштерін мен міндетті түрде өзім орындауға қолымнан келгенше тырысамын. Ондағы бірінші кезіккен мәселе флейта аспабының тозығы жетіп, күрделі жөндеуді талап етті. Алматы қаласына барып, өзімнің қалтамнан деген сөз ол жалған. Мекеменің қаражат есебінен Алматы қаласына барып жөндетіп келдік. Екінші, контрабас домбыраларымыздың шектері тозған деді. Барлық шектерін ауыстырдық. Оған қосымша баянның тозығы жеткен баянымыз өте нашар дегеннен кейін ең соңғы үлгідегі ең керемет Юпитер деген баян алып берілді. Инструменттеріміз жоқ, ешқандай жұмыс істей алмай жатырмыз деген ақпарат ол өте құлаққа сіңімсіз. Қазіргі таңда оркестр жап-жақсы жұмысын атқарып жатыр. Құдай қаласа алдағы бір 10 күндіктің ішінде Сүгір атындағы ұлт аспаптар оркестрінің атынан бір концерт бергіміз келіп жатыр. Ол концертіміз еске алу концерті болады. Сол біздің мақтанышымыз, біздің қуанышымыз,
біздің жетістігіміз деп білемін. Төртіншіден айтқым келгені, Наргенже ханым зейнеткерлер жұмыс істейді, отбасымен жұмысқа кіріп алған. Бұл нәрсені мен мойындаймын, келісем. Иә, мен зерттедім, тексердім. Қазіргі таңда 247 штат бірлігінің ішінде 5 ерлі зайыпты азаматтар қызмет істейді. 6 болған бір ерлі зайыптылар Шымкент қаласына ауысып кетті. Қалған кісілер бұнда жұмыс істейді. Ол кісілер кімдер? Ол кісілер көркемдік жетекші, біреуі әртіс, біреуі менеджер қызметін атқарса, біреуі күзетші қызметтерін атқарады. Мен ол кісілердің қызметтерін бөліп жарып айтқым келмейді. Себебі бұл жерде заңға ешқандай қайшы келетін тұсы жоқ. Себебі материалдық техникалық жауапты адам болатын болса, немесе біреуі басшы болып, екіншісі сол кісіге тікелей қарайтын бухгалтерияда істейтін болса, онда ол заңсыз болып табылар еді. Шығармашылық салада жүргеннен кейін мен ешқандай адамдарды, олар кінәлі емес, екеуі де өнер мамандығын бітіріп келген адам болған үшін ешқандай кінәсі жоқ деп ойлаймын. Ал зейнеткерлікке келген адамдарды мен тектен-текке жұмыстан шығарғым келмейді. Себебі Шойынбаев Құрман деген ағамыз бар. Ол мәдениеттің эталоны деп айтсақ та болады. Нұрғали Нүсіпжановтың егізі деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда жас балдардан да жақсы орындайтын шеберлігі бар. Сахнаға қай кезде айтпасаң, сахнаға жүгіріп шығып, өзінің әнін айтады. Мен Айжан Таженова деген кісіні шығарғым келмейді. Сонау Досмұқасан құрылған кезде Досмұқасанның солисті болған. Қазіргі біздің жастарымызға үлгі болған. Қандай жағдай болмасын, қандай іс-шара болмасын, Айжан апайымыз жастарға үлгі болып, өзінің ән орындау шеберлігімен елдің алдында жүрген апайымыз. Мен қалай жұмыстан шығарғым керек? Мен бұл мәселеге кішкене жеңілдікпен қарағым келеді. Бұл кісілердің жүргені біздің жастардың алдарында етек жеңін жинап жүруге өз ықпалын тигізеді деп білемін. Құрметті желі қолданушылар, құрметті арызданушы азаматтар мен азаматшалар. Мен әрқашанда айтам, өз жиналыс кездерінде де айтам, адамдармен сұхбаттасқанда да айтам, менің есігім әрқашан ашық. Келіңіздер, мәселелер болса айтыңыздар. Ойыңызда қалған жүрген нәрселер болса, мен бірге бірлесіп. Адамдарыңызға рахмет, Алла разы болсын барлықтарыңызға. Біз бүгін осы мекемеге келіп, арнайы әкімшіліктен, оңтүстік әкімшіліктен комиссия құрылып, біз Ғалымжан мырза екеуміз бір-бірімізді түсіністік, бір-бірімізге осыншама қолдау білдіріп жатқандарыңызға Алла разы болсын. Кешелі бері резонанс тудырған мәселе үшін жалпы кешірім сұраймыз. Әрбір үйдің мәселесі үйдің ішінде қалған дұрыс еді негізі. Бірақ бүкіл елге тарап кеткеннен кейін облыстық мәдениет басқармасынан және әкімшіліктен комиссия келді. Комиссия екі тараптан тыңдады, талаптарымызды, өтініштеріміздің бәрін қарады. Ешқандай бір-бірімізге қоятын мәселе жоқ. Екі жақтан келістік. Ешқандай бауламай, ушықтырып, оның қажет жоқ. Жалпы рахмет.